Қалайсыздар? Біз 18-ші сабаққа келдік. Бұл Essential Grammar in Youth деген кітап бойынша болып жатқан сабақтар. Ол кітапта 114 сабақ бар. Біз 18-ші сабаққа келдік. Осы 18-ші сабақтың тақырыбы How long have you деген. How long have you? Ол present perfect 4 деп мұнда келтіріліп тұр. Ол не ереже екенін оны үйренейік. Бірақ осы ережені үйренбестен алдын мына кітапта келетін кейбір сөздер бар. Сол кейбір сөздер адамды кішкене шатастыруы мүмкін. Негізгі ережеден басқа жаққа қарай бұрып адамды шатастырып жіберуі мүмкін. Сондықтан сол нәрсені сіздерге таныстырып кетейін, сіздерге айтып кетейін. Содан кейін барып кері осы кітапқа кіріп қайттан талқылаймыз. Сол кезде сол ереже, сол сөздер кездескен кезде мен сізге айтамын, міне жаңа мен алдында кітаптан түсіндірген бұл ереже деп. Алдыңғы сабақтарда мен сізге етістіктің 3 түрін айтқан едім, 3 түрін көрсеткен едім. Verb 1, verb 2, verb 3 қалай аталатындарын, не нәрсеге қолданылатындарын. Мысалы, play деген ол infinitive дедік, played дегенде past simple дедік, verb 3-ті played past participle дедік. Бұлар не нәрсе атқарады, қалай жұмыс жасайды, алдыңғы сабақтарда бар, дұрыстап қарап шықсаңыздар болады. Бірақ сонда да кішкене түсіндіріп кетейін. Мысалы, I speak, мен сөйлеймін. Соның өткен шағы мен сөйледім деу үшін I spoke дейміз verb 2-мен. Егерде мен сөйлесілдім деген сияқты айтатын болсақ, I have spoken деген сияқты. Осын қолданамыз verb 3-ті, past participle-ді. Бұны алдыңғы сабақтарда айтып кеттім, қайттан оралып қарасаңыздар, сонда мен ашықтап түсіндіріп кеткен едім. Міне мысалға I play, мен ойнаймын. I play. I played, мен ойнадым. Иде қосылады. I played. I have played, мен ойналдым. Мен ойнадым. Ойналдым емес, мен ойнадым. Сол секілді I speak, I spoke, I've spoken. Осылай 3 түрінде де айтамыз. Сол секілді be етістікпен бірге қосылып келген осындай сөздер бар. Мен тоңып тұрмын деген кезде be cold дейміз. Мысалы, мен дейтін кетіп қалдым деген кезде be away, be away. Мысалы, мен қызығамын деген кезде be interested. Мен үйленгенмін, тұрмыстамын деген кезде be married. Мен қорқып тұрмын деген кезде be afraid. Осылар нәрселер, мысалы, мен ойнаймын дегенде play болды ғой, бір сөз. Мен сөйлеймін дегенде speak, бір сөз. Бірақ мен тоңамын, мен қызығамын, мен үйленгенмін, мен қорқамын деген сөздер, олар 2 сөз. Соны как будто бір сөз сияқты қабылдаңыздар. Be afraid, be away. Осы екінші сөздер бар ғой, мына be-ден кейінге келген cold, away, interested, afraid, married деген сөздер, олар еш өзгермейді. Соны есте сақтап қалыңыздар. Олар ешқашан ол өзгермейді. Өзгеретін нәрсе не? Be. Алдындағы be өзгереді. Мысалы, play-да өзгеріске ұшырады ғой. Played болып қалды. Speak деген өзгеріске ұшырады. Spoken болып қалды. Осы be-лар, be деген қазір verb 1 болып тұр ғой. 2, 3 болған кезде тек қана be-сі өзгереді. Қасындағы болған тіркес ол өзгермейді, оған қарамаңыз. Мысалы, be өзгерді, I'm cold infinitive-ті. Біздер басында өттік, be деген ол ең бірінші сабақта қарайтын болсаңыздар, be деген оның ішінде am, is, a деген сөз бар. Осы be деген am, is, a деген be деп басында айтып кеттік. Яғни be cold деген кезде, осындай verb-тің бірінші түріне келген кезде, be деген am немесе is немесе a-ға айналып кетеді. She is interested. Ол қызығады. Be деген is-ға ауысты. Be interested деген is interested болып кетті. She is interested. They are afraid. Олар қорқады. They көпше түрі болғасын, оған a келді. Оның барлығы алдыңғы сабақтарда өттік. Бәлкім бірден осы сабаққа кірсеңіз кішкене қиын болар. Алдыңғы сабақтардан қарасаңыз жеңіл болады. Бірақ түсінген шығарсыздар деп ойлаймын. Сонда қараңыз, осы be afraid, be interested, be married деген сияқты сөздер verb 1, verb 2, verb 3-те қалай өзгеріске ұшырайды қараңыздар. Afraid қарасаңыздар ешқандай өзгеріске ұшырамаған. Яғни олар өзгермейді. Олар как будто мына жерде жоқ сияқты. Как будто жоқ сияқты, қасында тұрған тіркес. Be бірінші verb 1-де be болды. Яғни be дегенде am, is, a екеуін бірге болады.
Verb 2-де was болды. Was өткен шақ. I was afraid. Мен қорықтым. Сосын мынау соңғысы verb 3-те been. I have been afraid. Осы been үшінші болады. Сонда да қайталап жіберейік. Міне verb 1, 2, 3 тұр. Біріншісі be деген, яғни ол am is a бар ішінде. Мысалға I am afraid. Мен қорқамын. Немесе I am interested. Мен қызығамын. I am married. Мен үйленгенмін. I am cold. Мен тоңып тұрмын. I was afraid. Екіншісі I was afraid. Мен қорықтым. I have been afraid. Мен қорықтым. Ол да солай, бірақ ол қазіргі результаты көрінетін мағынада. I have been afraid. Сонда мына жерде қарасаңыздар, I am, I was, I have been. Осы үшеуі. Осылар өзгерісте ұшырап тұр. I speak, I spoke, I spoke, I have spoken деген сияқты. Ал қасындағы тұрған afraidтар бір как будто жоқ сияқты елестетіңіз. Қасында тұрған тіркес ол тұрған. Ол өзгеріске ұшырамайды. Ең өзгеріске ұшырайтын осы be етістігі. Сол сияқты мысалы cold алатын болсақ, be cold. I am cold. Verb 1-де. Verb 2-де I was cold. Немесе көпше тұр болса they were cold. Were болады. Көпше тұры. Ал үшінші етістікпен келгенде I have been cold. Көрдіңіздер ме? Am, was, been тек солар өзгерді. Ал бір сөзден тұратын етістіктер қасында тіркеуі жоқтар, олар да өзгереді. I speak, I spoke, I have spoken деп. Ал бұлар I am, I was, I have been деп. Бірақ әрбір соңында cold, немесе interested, немесе married, немесе afraid деген сөздер болады. Оған сөйлемдер неге бұл нәрсені айтып отырмын? Себебі ертең сөйлемдер келгенде, мысалы, кейбір жерлерде I have been being cold деген сияқты сөздер келген кезде, сондай ережелер сіздер дейтін ойланып қалуы мүмкінсіздер. Мына жерде I have been қалай болып кетті деген сияқты. I have been playing деп тұр мына жерде. А мына жерде I have been being еще interested вообще деген сияқты. Сондай түсініспеушілік болмау үшін сізге түсіндіріп жатырмын. Бұл cold, afraid деген сөздер как будто мына жерде жоқ сияқты. Солай алып как будто бір етістік сияқты көретін болсаңыздар, сол кезде барлығы логически бұл ереже дұрыс екенін түсінесіз. Ешқандай айырмашылық жоқ екенін түсінесіз. Кішкене бір нәрселерді үйренгендей болдық. Осы алдыңғы қара экранда болған түсіндірмелер. Егер де түсінбесеңіздер, онда жақсы, онда ары қарай өте берейік. Ол қатты маңызды емес. Қазір міндетті түрде қазір түсіну керек деген сөз емес. Бұл жалпы қосымша дополнительный алда әлі де кездесетін ереже. Егер де түсінсеңіздер, түсініп қалдыңыздар, түсінбесеңіздер, онда уайымдамай ары қарай кете беріңіздер. Міне жаңа сабақты бастаймыз, жаңа тақырыпты. How long have you деген. Яғни бұл уақытты білдіреді, яғни бұрында басталып, қазірде болып атқан және әлі де бәлкім болашақта жалғаса беретін сөз. Сол сөзді how long have you деп басталады. Present perfect 4 дейтін. 4-ші келдік. Оның алдында, сабақтардың алдында 3-ті өттік, 2-ні өттік, 1-ді өттік. Jane is on holiday in Ireland. Jane ол каникулда дейді, Ирландияда. She is there now. Қазір ол осында дейді, яғни Ирландияда. She arrived in Ireland on Monday. Ол Ирландияға понедельник келді. Ирландияға понедельник келді, бірінші күні келді. Today is Thursday. Бүгін 4-ші күні, яғни четверг. Мұнда сонда сұрақ қояды. How long has she been in Ireland? Ол қашаннан бері Ирландияда? How long has she been in Ireland? She has been in Ireland since Monday. Ол Ирландияда бірінші оқудан бері. Since Monday, бірінші оқудан бері. Немесе she has been in Ireland for 3 days. 3 күннен бері. Ол Ирландияда 3 күннен бері. Осы since Monday for 3 days деген алдыңғы сабақтарда келеді иншалла. Қалай қолданамыз, неге, қай кезде Mondayға since келеді, қай кезде 3 days, 4 days дегендерге for келеді. Соны алдыңғы сабақтарда болады иншалла. Мұны картинкаға қарайтын болсақ, картинкада бір адам Ирландияда жалпы екеуі кездесіп қалды. Сосын айтады біріншісі
How long have you been in Ireland? Сен қашаннан бері осы Ирландиядасың дейді. Since Monday. Понедельниктен бері дейді. Бірінші оқудан бері дейді. Compare is and has been. Is пен has been'нің айырмашылығын қарайық. Қараңыздар. She has been in Ireland since Monday. Ол міне Monday бірінші оқу тұр. Thursday төртінші оқу тұр міне. Thursday қазір. She has been in Ireland since Monday for 3 days. Ол 3 күннен бері осында. Немесе ол бірінші оқудан бері осында. She is in Ireland now. Қазір ол Ирландияда. Міне is деген ол present. Present осы шақ. She is in Ireland now. Ол қазір Ирландияда. Has been деген present perfect. Қазір өтіп жатқан ереже. Ұзақ уақыт бойы осы she has been in Ireland. Мына жерде she has been in деп келді. In. To деген біз оны алдында өттік. To деген ол болды деген. She has been to Ireland десек, ол Ирландияда болды. Жалпы тәжірибе өмірінде өткен нәрсе. Өмірінде бір Ирландияға барып көрді. She has been to деп айтсақ. She has been to Ireland. Егер де she has been in Ireland десек, осы жағдайдағыдай, ол әлі осында бар Ирландияда, әлі бар. Ол болашақта ол 4-ші күннен кейін ары қарай 5-ші күні де 6-ші күні де болуы мүмкін. In солай келеді. She has been in Ireland. Енді present continuous пен present perfect continuous'ның екеуінің айырмашылығын қарап көрейік. Present continuous деген мен қазір бір нәрсе істеп жатырмын деген нәрсе. Қазір міне. Дәл қазір бір нәрсе істеп жатырмын деген. А present perfect continuous деген ол жалғасып келетін. Бұрын, мысалы, бірнеше жыл бұрын істеп, қазірде істеп жатырған және болашақта бәлкім еще істейтін болар. Сол нәрсе уақытты білдіреді. Сол present perfect continuous. Мысалы, I'm learning German. Мен ағылшын тілін үйреніп жатырмын. Қазір мені үйреніп жатырмын ағылшын тілін. Мысалы, неде отырмын? Креслода отырмын. Ағылшын тілі грамматика кітабы бар қолымда. Және оқып отырсам, онда мен I'm learning German деп айтамыз. Мен ағылшын тілін, неміс тілін оқып жатырмын деп. Егер де біреу сұраса, present perfect continuous'те How long have you been learning German? Сен қашаннан бері ағылшын тілін, неміс тілін оқып жүрсің? Қашаннан бері неміс тілін оқып жүрсің деген кезде ұзақ уақытты білдіреді. How long have you been learning? Not how long are you learning German? Өйтіп айтпаймыз, бұл қате. How long are you learning деп present continuous айтпаймыз. Have you been learning? Жақшада қарайтын болсаңыздар, have been келеді. Содан кейін не нәрсе қандай етістік бар, сол ing мен келеді. Мысалы, learning, playing, joking деген сияқты. I have been, яғни I've been learning German for 2 years. Мен неміс тілін 2 жылдан бері оқып келе жатырмын. 2 жыл болды оқып жатқаныма. I've been learning. I have been, сосын ингпен келетін етістік міне learning. David is watching TV. David телевизор қарап отыр. Қазір қарап отыр. How long has he been watching TV? Ол қашаннан бері қарап отыр. He's been, яғни he has been watching TV since 5 o'clock. Ол сағат 5-тен бері телевизор қарап отыр. Көрдіңіз бе? 5 сағат алдын, сағат 5-те, мысалы қазір сағат бәлкім 8 шығар. 5-те отырды телевизор қарауды. Сол 5-тен бастап 8-ге шейін созылып, ол ары қарай 9-ға шейін қарауы мүмкін. Сол нәрсеге осы present perfect continuous'ты қолданады. It's raining. Қазір жаңбыр жауып тұрмын, дәл қазір. It's raining. It's been raining all day. Немесе it has been raining all day. Күні бойы жаңбыр жауып тұр. Мысалы, таңертең жаңбыр бастаған болуы мүмкін. Қазір кеш әлі жаңбыр жауып тұр. Бәлкім ары қарай еще жалғасуы мүмкін. Сол кезде it's been raining all day деп айтамыз. It has been raining all day. Жаңбыр күні бойы жауып тұр деген кезде осы present perfect continuous қолданатын боламыз. Енді present simple мен present perfect simple'ның айырмашылығын қарап көрейік. Present simple деген қарапайым осы шақ, present perfect simple деген ол қарапайым осы perfect. Present perfect деген бар, оны біз өттік, яғни бір нәрсенің істегені результаты қазір көрінуі. Мысалы, қандай? I have cleaned my shoes. Мен аяқ киімді тазаладым.
мысалы жаңа тазаладыңыз, қазір аяқ киіміңіз таза. Результат. Бұрын істелініп, қазір результат көрінген нәрсені present perfect. Айырмашылығын қарап көрейік. Dan and Kate are married. Dan мен Kate үйленген. Мына be married деген етістікті жаңа өттік қой алдында. Be married. Екеуі бір сөз сияқты қабылдаймыз. Dan and Kate are married. They have been married for 5 years. Олар 5 жылдан бері үйленген. They have been married деп айтамыз. They have been деген сияқты, как будто married жоқ сияқты мына жерде. Жаңасы басында түсіндіргендей. Бірақ жақсы, мән бермей қойыңыздар. They have been married for 5 years. They, мына жерде айтпаймыз not. They are married for 5 years. Оны деген present simple мен барып 5 жылдан бері үйленген дегенде осы уақыттар бар мына. For, since деген сөздер осыған бұл деген белгі. Егерде for 5 years деп келетін болса, мысалы since Monday, since деген сияқты келетін болса, онда present perfect қолданасыз. Have been, have lived, have known деген сияқты. Are you married? Сен үйленгенсің бе? Present simple. How long have you been married? Сен қашаннан бері үйленгенсің? Not how long are you married? Қашаннан бері how long are you married деп present simple қолданбайсыз. Do you know Lisa? Лизаны білесің бе? Жалпы present simple. How long have you known her? Сен оны қашаннан бері білесің? How long ұсақ. Сол кезде осы present perfect simple қолданамыз. How long do you know her деп айтпаймыз, ол қате. I know Lisa. Мен Лизаны білемін. I've known her for a long time. Мен оны ұзақ уақыттан бері білемін. Міне, for a long time, міне, for деп келгендіктен ол осы ережені қолдана алады. Vicky lives in London. Vicky Лондонда тұрады. Present simple, қарапайым, жалпы Лондонда тұрады. How long has she lived in London? Қашаннан бері ол Лондонда тұрады. How long has she lived in London? She has lived there all her life. Ол сонда өмір бойы тұрып келе жатыр. I have a car. Менде машина бар. How long have you had your car? Сенде ол машина қашаннан бар? I've had it since April. Мен апрельден бері менде ол бар дейді, ол машина. Осымен сабағымыз бітті. Ұнаған болса лайк басып қойыңыздар, подписаться етіп қойыңыздар, себебі сабақтар иншалла жалғасып тұратын болады.